Құрметті көрермен, сіз бұл бейнеразбаны көрмес бұрын жақсылап жайғасып алыңыз. Сіз әлемдегі ең керемет, ең тамаша, бақытты отбасымен таныс боласыз. Құрметті көрермендер және байқауға қатысушылар, мен номер 7-ші Бетқайнар колледжінің қазақ тілі және қазақ әдебиеті пәнінің оқытушысымын. Қазіргі таңда Бетқайнар ауылының келінімін. Абдалиев әулетіне келін болып түскенмін. Өмірлік серігім, жолдасым Ришат қазіргі таңда мемлекеттік қызметкер. Жолдасым екеуміз қазіргі таңда бір ұл, бір қыз тәрбиелеудеміз. Отбасы отаннан басталады дегенде, менің отаным отбасым. Отбасым байлық, отбасының өзі құндылық. Кез келген отбасының өзіндік құндылығы бар. Ол біріншіден сүйіспеншілік. Сүйіспеншіліктің арқасында екі жас бір-бірін отбасының беріктігін ұстап, мәңгі бірге болады. Содан кейін ата-аналарды құрметтеу, үлкенді құрметтеу, кішіге ізеттілік таныту, үлкенге құрмет көрсету, үлкеннің алдын кеспеу, ала жібін аттамау деген сияқты құндылықтарды ең басты құндылықтар деп білеміз. Отбасының басты құндылықтары әке-шешені құрметтеу мен сыйлаудан басталады. Отбасының басты қызметі бұл бала тәрбиесі. Біз жолдасым екеуміз қазіргі таңда балаларымыздың болашағына, алдағы жетістіктеріне жағдай жасап отырмыз. Оның ішінде қыз баланың тәрбиесіне, өзім жағынан қызымның нәзіктігіне, инабатты болып өсуіне қазіргі таңда өз үлесімді қосып отырмын. Кішкентай қызыма қазірден бастап үлкенді сыйлауды, үлкеннің алдын кеспеуді, үлкен кісі сөйлегенде сөйлемеуді, және де әкенің деген құрмет, әкеде деген құрмет, әкелерімізді сыйлау, ер азаматтарды сыйлау бас тақырыбында көп сөз қозғаймын. Және де қызыма әкеңлерің келмейінше ас ішуге болмайды, әкелерімді құрметтеңдер деп, әкелерімізді бірінші орынға, ер азаматтарды бірінші орынға қоюды бағыт етіп отырмын. Басым бәрін аяуым, әкесім, анасым, танемен, мен бәрін дәсті көрем. Ойлатқан талай өттау күндер алыс. Міне бүгін бізде үй-жай, ол да біздің парыз. Өз үйіміз бір отан береке. Қандай қызық бір қыдырсаң жанұяңмен бірге. Аман болсын ата-анамыз, бізді өсіріп баптап. Біз қазір сіздерге мынандай баклажканың көмегімен торғайға ұя жасаймыз. Қазір қыс мезгілі түсейін қалды, күн суыты, торғайларға ұя керек. Оған бізге Айока көмектеседі, және папамыз көмектеседі. Көмектесін бе? Жарайды. Міне папамыздың парыз. Өз үйіміз бір отан береке. Қандай қызық бір қыдырсаң жанұяңмен бірге. Аман болсын ата-анамыз, бізді өсіріп баптаған. Аман жүрсін бауырымыз, алыстағы аңсаған. Берік болсын босағамыз, отауымыз қосылған. Ең керегі тату тәтті болсын менің жанұям.
Sen koluma gül boп bittің менің. Тосу менен өтті талай күнің менен түнің. Шаршап келсем жұмыстан мен үйге, жадырап сен қарсы аласың нұрың шашқан күнім. Аман болсын ата-анамыз бізді өсіріп баптаған, аман жүрсін бауырымыз алыстағы аңсаған. Қазіргі табиғатқа байланысты керемет бір туынды жасайтын боламыз. Ал енді жұмысымызды бастамас бұрын бізде арнайы мынандай салынған сурет бар. Ол суретке керек жабдықтарымыз міне боятылған, яғни боялған күріш дақылдарымыз және клей. Талай күнің менен түнің, шаршап келсем жұмыстан мен үйге, жадырап сен қарсы аласың нұрың шашқан күнім. Аман болсын ата-анамыз бізді өсіріп баптаған, аман жүрсін бауырымыз алыстағы аңсаған. Берік болсын босағамыз, отауымыз қосылған. Ең керегі тату тәтті болсын менің жанұям.